Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақша студиямызға қадірлі қонағымыз келіп жайғасты. Талантты жігіт, ел мақтанышына бөленген жігіт, оңтүстік өңірдегі каскадерлік мектептің негізін қалаушы, каскадер актер, тіпті ақын десек те болатын шығар. Мұқағали Әбдіршәріп бізде қонақта. Мұқағали, ассалаумағалейкум, қош келдің. Таңғы көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Бүгін таңда қалай қарсы алдың? Жалпы күн сайын ерте оянасың ба? Әлде біз бүгін ерте оятып алдық па? Негізі күн сайын ерте оянам. Сағат қаншада? Сағат 7-лерде. Сағат 7-де тұрып не істейсің? Сағат 7-де тұрып. Енді таңғы жаттығулар бар. Одан кейін дәл қазір монтаж жұмыстар жүріп жатыр. Өзім мес дейтін сериал түсіріп жатырмын. Соның монтажымен қазір ұйқы ауысып кеткен, сонымен түнге дейін ұйықтамай, күндіз ұйықтау, сондай дәл қазір сондай уақыт болып жүр. Ал негізгі күн тәртібі бойынша сол таңертең сағат 7-де оянамыз, 12-де ұйықтаймыз. Тамаша, жақсы. Ал енді сізді таныстырып жатырмыз, осы каскадерлыққа қалай келдіңіз? Немесе бір кумиріңіз бар ма, біреуге қызықтыңыз ба? Бұл саланы екінің бірі таңдамайды ғой? Бұл саланы негізі таңдайтындар көп. Олардың бәрі бала кезде. Кішкентай кезде болады ғой. Ой, қиялмен. Ой, қиялмен телевизорге қарап, мынандай ағаштан қылыш істеп алып. Сол арман жүре-жүре мектеп бітірем дегенше ол қалып кетеді. Сол арман. Уже оны тастайды, әке-шешесі айтады, басқа мамандыққа түс дейді, сонымен қарай кетеді. Мен де армандадым кішкентай кезден Брюс Лиге, сосын жаңағы Джеки Чанға бәріне еліктеп, таэквондоға қатыстық, үйреніп оның барлығын. Кино саласына қатысып, актерлік салада солай жүріп, сол үшін мен ғана негізі сол бала арманмен қап кеткен осы уақытқа дейін, әлі күнге дейін. Жақсы. Ал қорқыныш болмады ма бұл саланы таңдағанда, немесе бұны бір спорт түрі ретінде жаңа таэквондо деп жатыр, жалғастырғыңыз келмеді ме? Неге актерлік жағынан түстіңіз, таңдадыңыз? Актерлік жағынан негізі өнерге деген қызығушылық бірінші оянған менде. Актерлік салаға деген қызығушылық. Өсе келе спортқа қызыға бастадық. Бұл деген негізі қорқынышты емес. Өйткені қорқынышты болған сайын қызық болады. Спорттың қай түріне қатыстың? Таэквондоға қатыстым. Одан кейін тайбоксқа қатыстым. Таэквондоға мен екеуіне де көп қатыспадым, жарыстарға ештеңе бармадым. Мендегі мақсат үйрену керек болды. Үйреніп, оны кинода байқап көру керек болды. Оны өзім тренерлерім білетін, сондықтан да менде дәл қазір екі спорт түрінен де ешқандай жарыстарға да бармағам, ондай жетістіктер де жоқ. Тек өнер жағын өзің үшін айналыстың, е? Енді үшін. көрермендерімізге айта кетейік, біз енді кешірім сұраймыз, шамалы арнайы сенің жаңаға төбелестегі іс-қимылдардың барлығын көрерменге көрсете алмадық, оны алдағы бір сұхбатта міндетті түрде көрсетеміз. Тіпті біздің енді сізді арнайы ортаға шығарып түрлі іс-қимыл жасатуға болатын еді, енді біздің мына киіміміз сай келмейтіндігі тағы бар, е? Сылтау ғой енді Шерғали ол бір жағынан. Мұқағали, жалпы спортшы деп жатырмыз, актер деп жатырмыз, каскадер деп жатырмыз, ақын деп жатырмыз. Біз білетін төрт қасиет. Осы төрт қасиеттің ішінде өз жаныңа барлығы жақын ғой, бірақ ең жақындауы қайсысы? Негізі ең жақындауы кино саласы деп айтсақ болады. Актерлік, е? Киноның ішінде актер, каскадер бұлай бөлінбейді. Жалпы кино саласында. Кино. Оған деген қызығушылық бала кезде оянған. Кез келген адамды бала кезде оянады, бірақ менге қызық болған. Айта кетейін осы жерде. Мен кішкентай кезімде сол ер адам өз 4 жасында, 5 жасында ес біледі ғой. Ес біле бастаған кезде кинодан... Мен 2 жасында білгем. Сіз ба? Сіз дамып кетесіз. Жалғастыра бере. Кинодан жаңағы көріп, сонда ойлайтынбыз. Мына киноны адамдар кеп түсірмейді деп ойлайтын мен өзім. Адамның кімнің өмірі қызық болса, сол өзінен өзі телевизорын көрсетеді деп ойлайтындығым мен кішкентай кезімде. Сөйтіп өзімнен өзім ешкім қарап тұрған жоқ. Анау былай трюктар жасайсың, 4-5 жасар. Кино отыр, мен де көрсетіп қалу мүмкін деген сияқты ғой. Кейіннен білдік қой, сөйтсек түсіреді екен ғой. Келіп түсіреді екен. Онда түсірсе мейлі, онда сол салаға деп, сол ес біле бастағаннан оянды. Содан ары қарай өлең жаза бастадық, нағашыларымнан келді ол қасиет. Сосын спортқа қызықтық, өзім әкем де спортшы болған. Оған қызықтық, ары қарай жүре келе, жалпы өнерге қызық кетті, кино саласына, әнге де қызығып, вокалға қатысып. Әнді айтасың ғой? Ол салада бірақ мен... 4 және 5-ке әнші деп қоссақ та ол салада бірақ еңбектеніп жатқан жоқпыз, өйткені оған әлі
ерте деп айтсақ болады. Хобби ретінде. Жігітке 7 өнер аз, 70 өнер көп емес деген осы шығар. Енді 2 өнер қоссаң, сонымен 7 өнер болады. Мені қатты қызықтырып отырғаны сіздің есіміңіз Мұқағали дейді. Қандай біздің ақиық ақынымыздың атын қойыпты. Негізі бұл аты сізге бұл есімді кім қойды, не себепті қойды, тектен текке қоймаған болар? Есімімді мамам қойған, Мұқағали деп. Негізі Мұқағали деген аттар аз, көп қоймайды. Өйткені тағдыр жолы ауыр болғаннан кейін қорқады. Ал мен туылған кезде сол маған есім беріп жатқан кезде атам қолына ұстап тұрып айтқан екен. Мұқағали деп есім қоямыз, Мұқағалидың өнерін берсін, бірақ оның ауыр сондай тағдыр жолын бермесін деп. Негізі адам өзінің есіміне тартады ғой. Өзімізде Мұқағали деген есім аз дейсің ғой. Бірақ жалғасы Ғали дегендер көп, е? Ғали дегендер өте көп. Менің есім Серғали және Мұқағали. Серғали, бүгін бір өзіңіз керемет сезініп отырсыз ғой, айнада қарап өзіңіз көп мақтап қойдыңыз ғой деймін. Мұқағали, жалпы Мұқағали дегеннен кейін біз өлең күтіп отырмыз. Қонақ кәде дейміз ғой. Қонақ кәде ретінде. Жаңағы каскадерлық іс-қимыл жасамасаң да, сол өнер жағынан қазақтың поэзия жағына бір шолу жасап өтсек қайтеді? Әрине болады, бірақ менің өлеңім бұндай жерде оқитын өлең емес негізі. Қандай жерде оқитын өлең? Өйткені анау сөз бар ғой, қараңғы жерде оқитын ба? Өлең дейтін тумайды жайшылықта деген сөз бар ғой. Сондықтан өлең жайшылықта тумайды. Өлең деген адамның өміріне енген үлкен төңкерістің нәтижесінде туады. Енді ол сіз өзіңіздің туындыңызды айтып отырсыз, бірақ енді мына бүгінгі стиліңіз, шаш үлгіңіз таза бір Мұқағали, осы 21-ші ғасырдың Мұқағали болып отырсыз. Мүмкін біздің бір ақындарымыздың өлеңін білерсіз, айтып берсеңіз. Жарайды, осы әңгімені алып келмекші болғам, өз өлеңімді оқып берейін. Ақынның монологы. Ана жақта өлең бар, оқылғысы келіп тұр. О, бәтшағар, желіккір, ана жақтан төніп бір, мына жақтан төніп бір, оқылғысы келіп тұр. Ана жақта дастан бар, жазылғысы келіп тұр. Шабытыңды беріп тұр, жазылсам деп өліп тұр. Ерегісіп жазбасам, жарылады көріп тұр. Мен жазатын нелер бар? Естейтұғын елең бар, естімейтін керең бар. Анау теңіз үстінде менің түйсік кемем бар. Ол келеді, сенем, дәл онда толған өлең бар. Ол келеді, мен сенем, нәр алады ел сенен. Жерге кемем келсемен, ішіндегі шындықты темір торлы көздерге қиям ерік берсемен. Қиям ерік берсемен, жердің бетін өлшекем. Әр гектарға бір шындық жойылады, мың сұмдық қойылады бір шындық. Өмір толған қырысу, тырысу мен жылысу, түзу жолдан бұрысу. Мүмкін емес ұғысу, оған шындық табу үшін маған керек ұшу. Ішті өртеген улар бар, одан дашы сулар бар, оны да ішіп көремін. Тула, қаным, тулаңдар, өзенді жер қораңдар, шөл даланы булаңдар, жерді тегіс улаңдар, қатыгезді қумаңдар. Зерттемекпін мен оны, бізге көңіл бұрмаңдар. Жағдайым жоқ, жұлмаңдар, жағдайым жоқ, сумаңдар, тағы қандай улар бар. Араласын қышқылдар, араласын урандар, мейлі тағы бұлғаңдар, тек кедергі болмаңдар. Демеңдерші ол адам, ақылынан адасып жын жыбырға жолаған, мен асылды тонаман, мен әлемді зерттеймін, аттанамын жоламан, қи аламын қорадан, құм аламын моладан, археолог боп аттанып, өлең болып оралам. Тамаша. Мына өлеңге мен поэзия кешіне тұрып қой. Жақсы, Мұқағали, мықты, күшті, жақсыны жақсы деу керек. Тамаша, жақсы әсер алдық. Енді мынау киноға ауыссақ, қандай киноларға түстің және қандай киноға түсу жоспарда бар? Киноға түсуде, сол студент болып енді келген кезде киноға түсуді қатты армандадық. Менің арманым кинодан түсуден бұрын мейлі кино түсіріп жатқан кезде сыртынан қарап тұрудың өзі мен үшін арман болды. Өйткені соның арқылы көріп үйренеміз ғой. Сөйтіп жүрген кезде сол арманға жетті. Мейрам дейтін кино студияда ең алғаш агент Алина дейтін кинода 2017 жыл түсірілді. Өзім актер ойнап, өзім боевой сценасын қойдым. Одан ары қарай енді бір киноға түскеннен кейін кішкене өзіңе сенімділік пайда болады. Осы каскадерлық саланы ары қарай дамытуды ойлап, сол кезде мен арнайы бастадым. Қасыма жігіттерді құрап, сол кезде қатты іздедім. Шымкент қаласында каскадерлықпен айналысатын бір адам бар ма деп. Ютубтан іздедім, жаңақтан іздедім, бірақ өкінішке орай бірде бір адам табылмады. Әрине цирктегі ағаларымыз бар, олардың барлығы да енді атпен көбірек түрік жасайды, арнайы кино саласында емес. Сондықтан да ешкім табылмағаннан кейін мен өзім қасымда өзім достарыммен біз өзіміз бастағанбыз. Сөйтіп жүріп, Сақ кино студиясы тағы бір маған мүмкіндік берді. Сақ кино студиясының Төле би фильмінде былтыр көрсетті, хабар арнасы 10 сериалы. Соның төбелестерін қойып бердім. Боевой сценаларын қойдым. Және сода өзім актер ретінде ойнадым.
Ал одан кейін өзім түсірген кинолар бар, бірақ олардың көбін үйрену мақсатында түсірдік десек те болады. Проба деп айтамыз ғой, үйрену мақсатында көптеген қателіктер болады. Солай көп үйрендік, енді көрсетуге ұялдық оның басында студент болып жүрген кезде. Ал дәл қазір енді өз-өзімді сынап көру үшін Мест дейтін сериал ретінде түсіріп жатырмын. Қысқа метражды сериал десек те болады. 2-3 минуттық қой. Негізі қысқа метражды сериал деген болмайды. Қысқа метражды кино немесе сериал деген болады. Мен қосып жіберген ғой екен. Ол да енді қаражаттың аздығына байланысты қолымыздан келгенін жасадық. Бізге спонсор болмағаннан кейін. Ал сол жерде, бұл жерде енді профессионал түрде, кез келген жерде қорықпай, қазір кезде үлкен арман, Алматыда үлкен кинолар түсіріп жатыр. Соларда барып ойнау, соларға қорықпай ұсыну ретінде. Ал жалпы каскадер болуды неше жастан бастаған дұрыс негізі? Каскадер болуды негізі жалпы спорт түрін бала кезде бастаған дұрыс. Жас салғанбайтын сияқты. Қанша жастан? Бала кезден бастаған дұрыс. Негізі спорт түрін. Жақсы, Мұқағали. Енді бізде Қазақстанда осы қаншама кино туындылар, тарихи туындылар болсын, көшпенділер болсын, кешегі қаншама киноларда біз үнемі байқаймыз, енді төбелес, шайқастардың барлығын, бұл енді актерден бөлек, осы каскадерлар қойып беретіндігі белгілі ғой. Бізде ең үлкен ұйым қалай аталады Қазақстанда? Намат. Намат. Енді осы Наматқа барып, өзіңнің бағыңды сынап, сол клубқа кіру жалпы ойда бар ғой енді? Жалпы ойда бар, ол алдағы кастингке бардың ғой? Мақсат десек те болады. Былтыр Алматыда болып қайттым, жазда. Наматқа бардым, бірақ өзім қателігім өте үлкен дайындықсыз бардым. Неге? Баламыз ғой. Енді дипломды енді қолға алдық. Еркіндік қой енді. Не істеймін? Қайқа кеттік өзім арманым Наматқа деп. Солай дайындықсыз бардық. Соның нәтижесінде ол жерге ілінбедім. Бірақ бір рет сүріндім. Бірақ сүріну деген ол сыну емес. Менде қайтадан тұруға мүмкіндік бар. Сондықтан да ол алдағы біздің арманымыз. Қасымыздағы жігіттер бар, Намат құрамасы бар, Қазақ Union бар, ол жақта да көп. Соларға ілесіп, жалпы Алматыдағы үлкен киноларда, одан ары қарай бұйыртып жатса, әлемдік үлкен кинолар бар. Солардың барлығында біз қызмет жасап жүрсек, каскадер ретінде, осы жалпы осының барлығы арман. Жақсы. Менің пайымдауымша, демек, каскадер ол жақсы төбелес алатын жігіт. Жігіт ретінде айтшы, осыны көшеде пайдаландың ба? Көшеде қиындау болады. Неге? Жалпы өмірде енді төбелеске жоқпыз. Өйткені төбелеске жоқпыз дегенде қалай? Мінезіміз жұмсақ қой, өздігімізбен төбелеспейміз да. Қызметіміз басқа енді. Ал төбелесуге керек жағдайлар болып қалады. Ал ол кезде біз залда көреміз. Мынаны өмірде жасауға болады екен. Міне бұлай ұрып бұлай теуге болады екен. Өзіңді қорғау мақсатында. Өзіңді қорғау. Демек, өзінің қимылдары болады. Мынау өмірде қолдан алам, мынаны кинода ғана қолдан алам. Мынаны өмірде қолдануға ерте деген сияқты. Жақсы. Енді алдағы уақыттарда қандай енді жоспарлар бар? Тіпті мынау қазақстандық емес шетелдік каскадерлардың өнерін тамашалау, немесе сондай бір кастингтер болып жатса, бару жоспарда бар шығар? Әрине, оның барлығы жоспарда бар, бірақ бізде үлкен кемшілік бар. Қазіргі кезде киноларға лицоға қарап алады. Қазіргі кезде бұл індет деп айтсақ та болатын шығар. Өйткені соншама жыл оқыған студенттер бар, актерлік саланы. Бірақ оқымаған, бірақ түрі сол камера саяғыз келетіндер бар. Солар алынады, бірақ олардың игровой нашар болады. Ал мықтылар қалып кетеді. Сол сияқты мен білем, қаншама танитын адамдарым бар, бізді бітірген, Алматыда, Астанада бітірген қаншама неткен өнерлі жігіттер бар. Өнер дегеннен сұмдық керемет. Оларды бірақ кино танымайды. Өйткені сәл бой кішкентай болады. Енді камераға сәйкес келмейді. Таланттан гөрі түрге қарайды, иә? Сондықтан да дәл қазір жарайды, түрге қарайтын болсаң да түрге деп осы жағынан киноға ұсынып жатырмын, актер ретінде. Актер ретінде киноға ұсынып, лицо жинау мақсатында. Ал енді өзіңізден кейін болашақта осы Шымкент, Түркістан облысы өңірінде бір шәкірттер тәрбиелеу ойыңызда бар ма? Өйткені айтып жатсыз, бір каскадер таппадым деп. Енді көбейту мақсатында. Ондай ұсыныстар ма өте көп айтылады. Әсіресе мен Алматыға барам, сол жақта Наматқа барам, Қазақ Унионға барам, өз-өзім сынап көрем деп айтсам, ағалардың көбісі айтады, не аласың, Шымкентте кетсең, Шымкентте ешкім жоқ, одан да өзің баста, өзің айналыссайшы деп айтады. Ал бірақ мен айтам,
Жоқ, мен айналсам болады, бұл жақта шәкірттер білеп, бірақ мен ана жақта бәрібір бір 5-10 жылдай болып келуім керек. Үйрену керек. Тәжірибе ғой, тәжірибе. Жақсы, Мұқағали, енді біздің санаулы минуттар қапты. Әлем дегенше 20 минутымызда өтіп те кетіпті. Арнайы уақыт бөліп келген үлкен алғыс білдіреміз. Енді қысқа да нұсқа өзің таңғы тілегің болса, одан кейін бағдарламамызды аяқтаймыз. Таңғы тілегім баршаларыңызға қайырлы таң, істеріңізге сәттілік тілеймін. Қандай сәтпен, қандай кәсіппен айналыссаңыздар да берекелі болсын. Арман мақсаттарыңыздан қайтпаңыздар, үйреніңіздер, жасаңыздар. Бәрекелді. Құрметті көрермен, бізге берілген уақытта өз мәресіне таяды. Өздеріңізге бар жақсылықты тілеп, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыздар.